пікірлерді оқысаң, ойбай, Иран мұсылман елі, біз оған көмектесуін жан ашу керек, өйткен бүйткен деген сияқты мәселе. Ол таза сауатсыздық. Иран мен Қазақстанның байырғы сонау 1000 жылдық тарихына келсең, баяғыда біздің Томирис батыр қызымыз Кир патшаны ойсырата соққы беріп, бұл даладан қуған. Олар бірнеше мәрте осы біздің даланы жаулаймыз деп ұмтылыс жасап, ақырында одан ештеңе шықпаған. Иран қазір егерде қару-жарақ атом қолына тиетін болса, оның айтып жатқан әңгімелері, мақсаттары, оларда жаугершілік. Тура Ресейдің жаңағы таяуда ғана Путин айтты ғой, орыстың солдатының аяғының басқан жері бәрі біздікі деп. Сондай басқыншылық психологиямен, сондай идеологиямен Иранда жұмыс істеп жатыр. Ал егерде оның қолына тағы да мына ядролық қару тисе, олардың фанатизмі, оны ешбір жаңағы ұялмай қызармай немесе ешбір жаңағы тежеуішсіз қолданып кетуі әбден мүмкін. Сондықтан да Америка Құрама Штаттарының бұл жерде араласып, жер астындағы зертханасын талқандауы және мәлімдеме жасады ғой. Біз Иран халқына қарсы емеспіз, біз жалпы Иранға қарсы емеспіз, біз анау атом бомбаларын жасауына. Әрине, бұдан бұрын Иракты да солай, Ливияны да солай қиратқан болатынды. Сондықтан да артынан не Ирактан, не Ливиядан ол табылған жоқ. Олардың жаңағы жапқан жаласы жай жала болып шықты. Сондықтан да бұл тұрғыдан алғанда әрине көңілге бұл күмән тудырады. Дегенмен де бүкіл жалпы халықтық қауіпсіздік, дүниежүзілік қауіпсіздік тұрғысынан келгенде Иранның қолына атом бомбасының тимегені бізге де тиіштік деп айтуымызға әбден болады. Мысалы, 9 миллион Израиль. Кішкентай ғана жері бар. Сол 90 миллион ирандыққа қарсы тұрып, оны тізе бүктіретіндей жағдайға келуі, ол нені көрсетеді? Орта ғасырлық жаңағы баяғыда артта қалған догматтармен өмір сүрген молдалардың мемлекеті ешқашан алға жылжымайтынын көрсетіп тұр. Ал ғылым мен білімге ұмтылыс жасаған кішкентай ғана 9 миллион халық 10 есе жаңағы дамыған, 10 есе үлкен болса да дамы алмай жатқан елден анағұрлым артық екенін көрсетті. Украина мен Ресейдің қазіргі қақтығысы Украина тарапынан бірнеше рет мәлімдеме жасалды. Олардың бейбіт келісімге келуге пейілі бар екенін және Америка Құрама Штаттарының талабы бойынша, басқа да халықаралық ұйымдардың талабы бойынша олар бәрін міне жарайды келісіп отырмыз деп келеді. Ал Ресей болса міндетті түрде шарт қояды. Бұлай болу керек, бұлай және күш тарапынан өз таптаурын талаптар қояды. Өзінің ғана жағы мүддесін ғана, ондай жағдайда ешқандай келісім шарт орындалмайтыны немесе қабылданбайтыны түсінікті. Енді ең бұл жердегі біз үшін сорақы нәрсе 2700 километр біздің шекарамыз бар, оның барлығы қорғалмаған, қаннен қаперсіз жатқан қазақ. Анау 500 мыңның кем дегенде жартысы босып бізге келеді, бұл жерде қарумен келеді. Бұл жерде ойнаған ойранды солар салуы мүмкін. Көрдіңіз бе? Сондықтан да әрине қаннен қаперсіз жатудың қажеті жоқ. Мемлекет азаматтық қорғаныс деген бір идеяны жүзеге асырмақшы болып жатыр. Бірақ оның егжей-тегжейін
кәдімгідей іс-шара болып қолға алынып жатқанын біз байқап отырған жоқпыз. Әйтеуір айтылды, бір іс-қимыл басталды, бітті. Ал шын мәнісінде оны тереңірек, тезірек және шұғыл түрде жүзеге асыру керек. Доллар әлі де қымбаттайды, теңге әлі де арзандайды. Өйткені оған түпкілікті себеп бар. Ол ұлттық экономиканың әлсіздігі. Мұнай енді қазір біздің неміз 3 жылдық бюджет қабылдағанда біз 72 доллардан баррелі болады деп есептедік қой. Қазір ол қаншама кейін шегінгенін біз білеміз. Ал Трамптың айтуы бойынша ол 40-қа дейін төмендетем деген. Бірақ 40-қа дейін төмендетем дегенде оған қоятын мынандай жаңағы не бар, күмән бар. Өйткені ондай жағдайда өзіндік құны деген болады. Өзіндік құны мұнайдың мына Америка Құрама Штаттарының өз мұнай компанияларының сол 40 пен 50-дің арасында. 45-50. Өйткені ана сланцтық газбен нететін мұнайлардан оның технологиясы қымбаттау, сондықтан да 50. Сол 50-ден төмен түсіре алмайды дегенде пікір бар. Алайда технология жаңарып жатыр. Мүмкін о жерде өзгерістер болған шығар. Өзіндік құны төмендеген шығар, арзандаған шығар. Енді сондықтан да Трамп жайдан жай айтқан жоқ шығар, 40 доллар. Ал 40 доллар болса, онда біздің бюджетіміз, мемлекеттік бюджет жартысына таяу түсімнен айырылады.